Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Нұрай және YouTube арнама қош келдіңіздер. Араға бірнеше ай салып мен YouTubeға қайтадан оралдым және бүгінгі видеоның тақырыбы өздеріңіз көргендей, ойбай, тілім күрмеленіп, мақсатқа жетуге көмектесетін топ 3 қадаммен бөліскім келеді. Және жай ғана мынандай метод бар деген сияқты қылып айтпаймын, өзімнің мысалымда қалай мен мақсаттарыма жетемін, соны көрсеткім келеді. Осы айдың басында мен челлендж жасаған болатынмын. Ол челлендж менің жасап жүрген мамандығыма салама тікелей байланысты. UGC деген саламен айналысамын. Бұл білмейтін жандар үшін қысқаша айтып өтейін, брендтермен сотрудничество жасау, user generated content, және де брендтермен сотрудничество жасаймын блогымның арқасында, и соны мен адамдарға үйретемін. Және де ойлап қалмаңыздар, UGC болу үшін міндетті түрде 100 мыңдаған аудиторияң болу керек деп. Ондай емес. UGC-дің де мақсаты жалпы 200-300 ғана подписчигің бола тұра сен брендтермен жұмыс жасау мүмкіндігін беретін осындай қазіргі 2026 жылғы және болашақта да тренд болатын сала. Толығырақ білгілеріңіз келсе, мен инстаграмға өтіңіздер, но в целом мен сіздерге айтқым келетіні, мен осы айдың басында өзіме челлендж жариялаған болатын. Чисто UGC арқылы 300 мың теңге табыс табамын деп. Курс сатып, тауар сатып емес, 300 мың теңгені чисто брендтермен жұмыс жасап табам деп ше. Менің бір брендке түсіріп берген видеоролигім ол 30 мың теңге. Яғни бренд маған осындай бір помада, немесе целый бокс, абонемент ашып беру мүмкін. Сосын сол брендке мен распаковка форматында, get ready with me форматында осы помадаға шынайы, честный обзор ролик түсіріп беремін. Оны либо рилсыма салам, либо брендтің өзіне жіберем да. Вот сондай видеоролигім менің 30 мың теңге тұрады. Сосын маған ой келеді, неге мен бір аптада адамдарға бұл сала арқылы ақша табу мүмкін екендігін көрсетпеске деп 300 мың теңге табамын деп өзіме мақсат қоямын. Және оны аудиторияның алдында көрсетемін деймін ғой. Прям реалити шоу қылып, социальный челлендж қылып жасаймын деген ой болады. Енді осы моментте мен челлендждің соңында 300 мың емес 330 мың теңге тапқан болатын. Бір аптаның ішінде тоже актуалкадан көріп келсеңіздер болады, как все это происходило. Но в целом бұл да бір белгілі бір мақсат қой. И осы мақсатқа мен қалай жеттім? Қазір түсіндіретін боламын. Кез келген мақсатқа жетуге көмектесетін 3 қадам бар. Менің ойымша солай. Мен әдеттегі жазып тұрып мен сіздерге көрсеткім келеді. Жалпы кез келген мақсатқа жететін кезде ең бірінші сіздің жасауыңыз керек қадам ол нақты не қалайтыныңызды анықтап алуыңыз қажет. Мақсатты қойған кезде сіз міндетті түрде реалист болуыңыз керек. Яғни сіздің қазіргі жасап жатқан ісіңізге, табысыңызға ол мақсат тікелей байланысты болу керек. Мысалы, сіз 100 мың теңге тауып жүріп, бір айдың ішінде 10 миллион теңге табам деген мақсат қоятын болсаңыз, оған сіз өзіңіз де сенбейсіз, миыңыз да сенбейді. Соответственно, ол 10 миллион теңгеге қарай әрекет болмайды сізде. Өйткені миыңыз сеніп тұрған жоқ та. Ми сенетін сумманы қою керек. Мысалы, мен айтуыма болатын еді, бір аптаның ішінде 1 миллион теңге UGC арқылы табам деп. Бірақ мен тапқан күннің өзіне табатын шығармын да, қанша брендпен, 30 брендпен мен келісуім керек болады екен да, как минимум ше. Бірақ мен физически шаршайтын едім ол кезде. Келесіде мен ондай мақсат мүлдем қоймайтын едім. Сол үшін менің қазіргі жағдайыма келетін, табысыма келетін, примерно жасай алатын, но сонда да кішкене қорқақтап тұрған сондай бір мақсатты қойдым. Бір аптада кез келген адам 300 мың теңге тауып жүрген жоқ. Тем более UGC арқылы. Бұл новый тренд сала болғаннан кейін әлі көбісі білмейді де ше, ақша табуға болатын. Бәрі бартыр деп жүрді. И мен адамдарға сол ақша табу мүмкін екендігін дәлелдегім келді бір жағынан. Сөйтіп, реалист ретінде сіздер де өздеріңіздің не қалайтыныңызды анықтағаннан кейін мақсатты қоюыңыз қажет. Мысалы, 2 айдың ішінде осынша миллион теңге жинаймын, немесе осы жылдың соңына дейін осындай теңге ақша табуым керек деген сияқты сіздің мақсатыңыз реальный болуы керек. Және осы моментте өзіңізді сәл уақытпен қысқаныңыз дұрыс. Уақытпен қысу. Бұл расслабон ұстап кетпеуіңіз үшін, яғни жаңа айтып өттім ғой, бір аптаның ішінде 300 мың табу. Мен айтуыма болады, 300 мың ғана тапқым келеді деп. Но миға сен конкретный срокты уақытты айтпайтын болсаң, ол расслабиться етіп жүріп, әйтеуір бір күн табам ғой 300 мыңды деген сияқты. Сол үшін кішкене қысатын, сізге қорқыныштылау бір срокты қою керек. Және де ол андай болмау керек та, бір күнде 300 мың табам UGC арқылы деген сияқты болмау керек. Бір аптада, немесе бір аптаға миыңыз сенбей тұрса, 10 күн нормально ма, 10 күн деген сияқты солай қою керек, понимаете? Одан кейін үшіншіден сізді шабыттандыратын міндетті түрде бір мотивация болу керек. Әрине
әрине 300 мың дегеннің өзі мотивация, бірақ ол 300 мыңды сен не істейсің, соны да білетін болсаң жақсы да. Бір жағынан ше, мысалы мен өзіме DJI камера сатып аламын дедім. Сол как раз DJI камера өзі 250 мың, карта памяти 50 мың, сонымен 300 мың болды. Сөйттім дағыны, болды, мен DJI камера аламын деп өзіме мақсат қойдым. Сол DJI-ға жету үшін мен ақша таптым, понимаете? И қазір құдайға шүкір DJI менің қолымда тұр. У меня получилось это сделать, даже перевыполнить этот челлендж. Сол үшін де мақсат сізді то есть мақсаттың мотивациясы сізді жандыратындай болу керек. Андай болмау керек, типа білмеймін енді 300 мың теңгенің бәрін жаратып тастауда енді не емес қой, маңызды емес қой. 300 мыңның мысалы бір 30 мың жаратсаңыз болады, 100 мың жаратсаңыз болады, немесе бәрін жинаймын деген сияқты қыл. Ол да өзіңізге байланысты, сіздің қалауыңызға байланысты. Но менде мотивация осы камераны сатып алу болды. Сөйтіп мен камераны сатып алдым. Қазір менің қажетіме жарап жүр. Егер де бұл камера андай болған жоқ та, короче, мен бұл камераны біреуден көрдім, сосын бар мақсат етіп қойдым деген сияқты ондай болған жоқ. Самое главное, мен бұл камера маған керек болды, рилстарыма, осындай YouTube видеоларыма. Сол үшін мен өзіме осы камераны мақсат етіп алдым. Түсіндіре алдым ғой, иә. Бұл сіздің бірінші қадамыңыз, міне, ең бірінші қадамыңыз. Екінші қадам бұл нақты жоспар қажет, яғни жоспарлау қажет. Жоспарлаусыз, сіз тесе-тереке темесе бұтаққа деп бастап кетпеуіңіз керек. Ол жоспарсыз әрекет жасауыңыз мүмкін, я, бірақ ол хаос болады, ол кезде жүйе болмайды. Сол үшін кішкене әрекеттеріңізді жүйеге келтіру үшін жоспарлайсыз. Яғни үлкен мақсатыңызды микро әрекеттерге бөлесіз. Мысалы, мына карандаш елестетіңіз, осыны бит-бит-бит тук-тук-тук микро карандаштарға бөліп тастайсыз деген сияқты да. Енді осы кезде мен қалай жоспарладым? Менің жоспарым былай болды ғой, бір аптаның ішінде 10 түрлі роликке келісу дедім. Окей, енді дальше ойланасында қалай и қайдан ол роликтар табам деп ше. Мен қандай брендтермен келісемін, қайдан табам ол брендтерді деген сияқты источниктар іздеу керек. Сіздің мақсатыңызға жетуге көмектесетін источниктарды іздеу керек. Енді ол источник әркімде әртүрлі. Мысалы, сіз жылдың соңына дейін 1 миллион теңге табам деп немесе жинайын деп қойдыңыз ба, сіздің жоспарлауға көмектесетін источниктарыңыз басқа. Сіздің өткен табыстап жүрген салаңыз басқа, сіздің мамандығыңыз басқа, сіздің ақшаны жинайтын жеріңіз басқа, жинау системаңыз басқа. Мысалы, біреулер 500 мың тауып, оның 50 мың ғана откладывать етуі мүмкін. Біреулер мысалы 200 мың тауып, оның 180 мың откладывать етуі мүмкін деген сияқты. Әркімде енді әртүрлі ситуация. Сол үшін өзіңіздің ситуацияңызға қарай источниктарды іздестіруіңіз керек. Бірнеше источник жаздым. Сол челлендж барысында біріншіден туысқандардың арасынан іздеу дедім. Жаңағы проекттерді достардың арасынан іздеу дедім, достың досынан іздеу дедім, блогым арқылы табу деген сияқты брендтерді табудың источниктарын іздедім. Сіз де тура осылай жоспарыңызды міндетті түрде микро қадамдарға, әрекеттерге бөліп тастауыңыз керек. Мен қалай ол миллион теңгені таба аламын, мен қалай ол 100 мың теңгеге жетем деп мына жалқау миыңызды іске қосыңыз. Егер іске қосатын болсаңыз, ол андай да ойламаған жерде мүмкіндіктер шығады. Ойламаған жерден саған күшті бір гениальный идея келеді, Құдай миыңа идея береді деген сияқты. Үшінші қадам ол көзге көрінбейтін сенім. Кез келген істі бастаған кезде, кез келген мақсатқа жету жолында сенім міндетті түрде керек. Мысалы, менің жағдайымда осы челленджді өтіп жатқан кезде алғашқы 1-2 күн мүлдем проект болмады менде. Мен жаздым, брендтерге де жаздым, өзімнің достарыма да жаздым, примерно таныс маркетологтарыма да жаздым, PR менеджерлер номерін берме, осындай брендтермен келісуім керек деген сияқты. Әрекет жасап жатырмын, но бүкіл жерден отказ келеді, игнор келеді. И сол кезде мен 2-3 күн уже өзіме сомнение ұстап бастадым да. Мен точно қолымнан келе ма осы 300 мың теңгені табу или келмейді ма деген сияқты. Ондай сенім өшіп бастады. Бірақ именно осындай колебация етіп жатқан моментте көзге көрінбейтін Құдайға деген тәуекел керек екен. Өйткені ризықты беретін Құдай ғой, біз білмейміз ғой ше, қай жақтан келеді ризық, қай источнигіміз атып кетеді, қай әрекетіміз біздікі дұрыс болып шығатынын білмейміз. Сондықтан да түрлі әрекеттер жасап көре беру керек екен. И мен самое главное бұл жерде сенімді жоғалтқан жоқпын. Я прям была уверена, хотя никто мне не гарантировал эту уверенность, но я была уверена, что я достигну этой цели, и что у меня будет вот эта вот камера, да, например. Сол сияқты сізден прям уверен болуыңыз керек та. Жылдың соңында болды, мен шотымда осыншама теңге жатады. Болды, мен жылдың соңына дейін осындай нәрсені сатып аламын, осындай нәрсеге әрекет жасаймын деген сияқты
уверенность болу керек, адамда сенімділік болу керек іште. Және осы моментте Құдайға деген сенім өте қатты маған жалпы кез келген ситуацияда көмектеседі. Құдайға деген сенім и всегда алып шығады. Сосын екінші, үшінші күні уже мен күтпеген жақтардан өзімен өзі маған брендтер жазып бастады. Күтпеген жерден маған келісімдер келді. Мысалы, сол кезде действующий проекттерім андай объемды көбейтіп берді деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде андай ғой, мы предполагаем, Бог располагает деген нәрсе ғой. Главное, қай әрекетіміз атып кететінін білмейміз. Сол үшін мына екінші пунктта жасаған, екінші пунктта жазған жоспарларыңызды прям жасай беру керек, жасай беру керек екен. Және де процесс барысында өзіңізге максимум қателесуге рұқсат беріңіз. Жалпы кез келген мақсатқа жету барысында өзіңізге қателесуге рұқсат беріңіз. Оның мотивациясы маңызды емес. Сіз 30 мыңдық нәрсені алайын деп жатсыз ба, 300 мың ба, 3 миллион ба, маңызды емес. Маңыздысы бұл жерде процесс барысында өзіңізге көбірек қателесуге рұқсат беру керек, көбірек сабақ алуға рұқсат беру керек. Бұл нәрсеге андай ойын тәжірибе ретінде қарау керек та. Ойбай, мен осы мақсатқа жетпесем болды, өлем, я чорт деген сияқты миыңызда ондай установка болмау керек. Керісінше, жетсем жақсы, жетпесем одан да жақсы деп. Өйткені сіз бұл процестің барысында ешкім ақшаға сатпайтын, сатып алылмайтын тәжірибе деген нәрсені алып жатсыз да, өмірлік сабақты аласыз. По-любому мен ол UGC арқылы 300 мың теңгені таппаған күннің өзінде де мен бір какой-то сумма табам ғой, по-любому ол 100 мың болсын, 120 мың болсын. Біріншіден плюс ақша, екіншіден плюс маған тәжірибе. Зато келесіде мен жоспарымды өзгертетін бедім, зато келесіде мен өзіме сәл көбірек уақыт беретін бе едім деген сияқты ары қарай мен өмірлік сабағымды қорытындылайтын едім. Және мақсаттың үлкендігіне қарай әрине дисциплина да керек. Дисциплинасыз никак бір күн жасап, бір күн жасамаған іс ол ешқашан өнбейді. Мен де мысалы бір күн проектке жазылып, сосын жазбай, немесе ладно қойшы, бірінші күн қолымнан келмеді ғой деп тастап кету деген сияқты ондай нәрсе болмау керек. Мәселен, өзіңізге 10 мың подписчикке жету деген мақсат қойдыңыз ба, и жоспарды жазған кезде күніне 2 рилстан 3 рилстан салам дедіңіз ба, все, 2-3 рилстан сіз обязательно салып отыруыңыз керек. Обязательно күнде сізде контент шығып отыру керек. Немесе арықтаймын деп мақсат қоясыз да, сөйтіп күнделікті жоспарыңыздың ішіне мына екінші пунктқа аптасына 3 рет пилатес, міндетті түрде ПП, дұрыс тамақтану деген сияқты әрекеттерді жазасыз. Бірақ оны бір күн жасап, бір күн жасамайтын болсаңыз, әрине сіз түптің түбіндегі мақсатыңызға, арықтау деген мақсатыңызға жете алмайсыз. Жалпы сол айтпақшы дисциплина дамыту бойынша да видео бар. Менің каналыма өтіп тіркеліп көріп алсаңыздар болады. Өзімнің тәжірибемен бөлістім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, немесе Инстаграмыма да тіркеліп алыңыздар. Қабжанова Нұрай деген. Келесі видеоларда кездескенше қандай менен видеолар күтесіз, комментарийға жазып кетіңіз.